Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге жаңа жылдық тематикаға арналған осындай слайдтарды қайдан алу керектігі туралы айтатын боламын. Ол үшін браузердің іздеу жолағына asn.ru деп жазамын. Сол кезде современный учительский портал деген осындай ресейлік сайт ашылады. Бұл сайтта көптеген ұстаздарға арналған материалдар өте көп, әсіресе тематикалық, яғни арнайы бір тақырыптарға арналған слайдтарды таба аласыздар. Жаңа мен сіздерге жаңа жылдық мерекеге арналған слайдты көрсеткен болатын. Мұндай слайдтардың бұл жерде түрі бар. Жалпы сайттың барлық материалдары тегін, регистрация жасамай бұл сайттың материалдарын алып қолдана берсеңіздер болады. Міне бізде шаблоны презентация деген сөздің үстінен басқан кезде мына жерде түрлі осы жаңа жылдық тақырыпқа арналған шаблондар шықты. Немесе мына жерде актуально деп тұрған бөлімі бар. Осы жерде қазір енді бізде барлығымыз жаңа жылдық тематиканы іздеп жатырғандықтан, міне мына жерде умники и умницы деген новогодняя викторина, новогодний түрлі интерактивті ойындар, неше түрлі осы жаңа жылдық мерекеге арналған түрлі сабақтардың барлығын таба аласыздар. Бұлардың барлығын тегін жүктеуге болады әрине. Интеллектуальная игра умники и умницы дегенді басамыз. Осы кезде скачать материал деп тұрады. Осы материалдарды біз кішкене секундтар күте тұрамыз. Осы файл бізге қазір жүктелінеді. Викторина ұнаса, қазақ тіліне аударып қолдансаңыздар болады. Жаңа жылдық тематикаға арналған интеллектуалды ойыны. Мұнда ссылки деген бар және начать игру деген бар. Ссылки дегенді басатын болсаңыз, осы ойында қолданылған түрлі материалдар, яғни фотолардың барлығын осында жүктеп қойған. Немесе начать игру дегенді басатын болсақ, мына жерде оқушылар зимние загадки шешеді. Дед Мороздың сыйлықтарын алады. Мысалы, Дед Морозды сыйлығын тапсақ болады. Немесе мына жерде біз әрқайсысын алардың өзгертіп алсақ, қазақ тіліне қойып алсақ болады. Өте оңай, барлығы жасалынып тұр, еш нәрсені өзгертпейсіз, тек қана мұнда қазақша атауларын, сөздерін өзгертіп отырасыздар. Енді жаңа жылдық тематикаға арналған түрлі презентациялар бар. Тематические шаблоны дегеннің үстінен басатын болсақ, осыны тағы да біз скачать етіп аламыз. Осындай түрлі презентациялар жүктелінеді. Бұл тек қана бір варианты, екінші вариантында қарастырсақ болады. Екінші варианты басқаша. Соның барлығын салыстыратын болсаңыз, мынанікі басқаша, ал мынанікі басқаша. Және де үшінші осы жаңа жылдық шаблонды қарайтын болсақ, бұл мүлдем басқаша. Қараңыздаршы, және де бұл сайттың бір ерекшелігі, осы жерде қолданылған, барлық слайдта қолданылған ең әдемі деген сапалы суреттердің мына жерде сілтемесін берген. Осы слайдта қолданылған кез келген суреттің, фонның барлығының сілтемесін беріп қойған. Міне осындай сапалы фотосуреттердің барлығы. Тек қана бұл слайдта емес, жаңаға ашылған 3 слайдтың барлығында да артында интернет источники деген бар. Яғни осы слайдта қолданылған барлық фотосуреттердің сілтемелері қойылған. Тек қана бұл жерде тематикалық слайдтарды ғана емес, сонымен қатар көптеген сабақтарыңызға қажетті әртүрлі пәннен сабақтарды таба аласыздар. Мүмкін сіздер өздеріңіздің сабақтарыңызға идея іздеп жүрген болсаңыздар, осы ресейлік сайтты қолдануға кеңес беремін. Мұнда бастауыш сыныптарға арналған бөлімдер бар, ал мұнда ортаңғы буын және де мұнда сынып сағаттарына, түрлі мерекелік кештерге барлығына қарастырылған. Бұл сайтқа жалпы тіркеліп алсаңыздар да болады. Мен тіркелмей, әсіресе осындай мереке кездерінде әдемі слайд жасау барысында осы слайдтың мүмкіндіктерін қолданамын. Жалпы мұнда актуально деген бөлім бар. Осы актуально деген бөлімде әр мереке сайын хит жүктеулерге ие болған слайдтар бірден көрсетіліп тұрады. Осыны басып бірден өзіңізге ұнаған слайдты түрлі вариантта жүктеп алсаңыздар болады. Сонымен бүгінгі ұсынған сайттың мүмкіндіктерін тағы да қарастырып көріңіздер, кәделеріңізге жарасын.